Сәлем, тұрмысқа шықпай тұрып, міндетті түрде сен осы видеоны көру керексің, және де бұл видео саған міндетті түрде пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарап, подписация етуді ұмытпа, лайк бас, ұнаса өзіңе ұнаған тұсын комментария қалдырып қой. Ал ендеше бастайық. Давайте мен өзімді таныстырып өтейін. Менің есімім Тоғжан, 4 жыл тұрмыстамын, осы жыл 4-ші жыл болады. Бірінші, біз ер адам таңдаған кезде қандай критерийге мән беруіміз керек? Сіз ер адамның түріне қарауыңыз мүмкін. Денелі, качок, күшті, керемет, күші көп деп ойлауыңыз мүмкін, қарауыңыз мүмкін. Бірақ та ол отбасылық өмірде көбінесе оның күші немесе әдемі болғаны сізге көп нәрсені шешпейді деп айта аламын. Мен негізі өзімнің жігітімді таңдамас бұрын, яғни күйеуімді таңдамас бұрын қандай навыкына назар аудардым. Менімен кездесіп жүрген кезде жігітім 100 000 теңге айлық табатын. Айлық 100 000 теңге, яғни оны тауып жүрген ақшасы қазір 100 000 болғанымен, мен оның басындағы біліміне назар аудардым. Яғни оның миында қандай білімі бар. Ол егерде ақшасы жоқ болса, жоқ жерден ақшаны қалай табар еді деген сұрақты өзіме қойдым. Оның қандай навыктары бар деп заранее анализ жасадым. Осы туралы ойланыңыз. Может, ол тіл біледі, может, ол спорттан жақсы, может, ол жаңағыдай біреуге бірдеңкені жақсы үйрете алады, может, оңай жолмен түсіндіре алады, может, жақсы қарым-қатынас жасай алады деген сияқты навыктар міндетті түрде байқаңыз. Қазіргі дамып жатқан Wildberries, Kaspi сияқты платформаларда тез игеру, яғни трендтен қалмау, жаңашыл ойлау. Кейбір кісілер наоборот ойлайды, TikTokқа видео түсіріп не керек, YouTubeқа видео түсіріп не керек, Instagram жүргізіп не керек, былай да өмір сүре берейік та, нормально өмір сүріп жатырмыз ғой, зачем осы өмірді біреуге көрсетіп деген сияқты ойлайды. Ал бірақ осы өмірді көрсету арқылы монетизация жасау, яғни монетизировать ету керектігін кейбіреулер, яғни жаңаша ойланып, давайте істеп көрейік, давайте видео түсірейік, давайте сен өзіңнің бөлісетін білімін болса, бөліс деген сияқты, яғни қолдап отырады. Яғни сіздер бірінші очередте оның навыктарына көңіл аударуыңыз керек. Тұрмысқа шығатын адамыңыздың сізге деген қарым-қатынасын, яғни отношениясын бақылау керексіз. Мен өзімнің айпатыма керек критерийлерді жазып алғам. Қазір сіздерге соны бөлісіп жатырмын. Үйлену керек, саған үйлендім деген сияқты ондай болмау керек та. Қазір үшінші критерийде осы туралы айтатын боламын. Қазір екінші критерийде сізге деген отношениеңіз қандай. Ашулансаңыз, сізге ұрсып, жаңағыдай или манипуляция жасап, немесе газлайтинг істесе, онда уже ойлану керек сізге. Бұл адаммен мен ары қарайғы өмірімді жалғастырғаным дұрыс па деген сияқты. Немесе сізге деген қарым-қатынасы жақсы болып, басқаларға грубить етсе, например, сіздер кафеде отырсыздар, официантқа официант андай нәрсе неге жоқ мына жерде, андай нәрсені придирчивать етсе официантқа, например, сол кезде уже тоже ойлану керексіз. Ол сізді жақсы, дәл қазір жақсы көріп тұрғандықтан жаңағыдай жақсы қарым-қатынаста болуы мүмкін, ал былай жаңағыдай кейін жақсы көргені басылғаннан кейін сізге ол дәл сонда официантқа көрсеткен қарым-қатынасын көрсетуі мүмкін деген сияқты. Немесе үйіндегі әпкесімен, мамасымен отношениесі қандай, осыны міндетті түрде білу керексіздер. Соған қарай уже басқа адамдармен жүргізіп жатқан коммуникациясына мән беріп, өзіңізге деген отношениесінде байқасаңыз болады. Ал біреулерде, кейбіреулерде наоборот болады. Сырттағылармен өте жақсы сөйлеседі, өте сыпайы сөйлеседі. Официант нан беріп жібере аласыз ба, нан заказ берейін дегеннен қабылдай аласыз ба, немесе жаңағыдай бірдеңесін қаса, ой, ештеңе етпейді, зат емес па деген сияқты. Ал именно өзінің туғандарына не мынаны сындырдың, ақшаға келген зат емес па деген сияқты ұрсатын адамдар болады. Сондай жағына да өте қатты мән беріңіз, сізге қарым-қатынас қандай, анализ жасаңыз. Үшінші, тұрмысқа шықпай тұрып, ер адамымен ашық отырып сөйлесу. Тұрмысқа шығып жатсың ба, туыстарына шығып жатсың ба, әлде яғни күйеуіңнің өзіне жар болуға шығып жатсың ба? Осыны міндетті түрде анықтап алыңыз. Көп әйелдер тұрмысқа шығып жатырмын, яғни күйеуге шығып жатырмын дейді да, бірақ на самом деле туыстарына тұрмысқа шығып жатқан сияқты болады. Туыстарының барлығы әйелін бетіне бет қарап отырады. Балам тамақ қоясың ба, балам чай құясың ба деген сияқты. Немесе ақшанды кішкене бөлігін бізге бересің бе, мынаған жетпей жатыр, анаған жетпей жатыр деген сияқты манипуляциялар арқылы әйелді былайша айтқанда өздерінің керекті заттарына ғана қолдану арқылы зат сияқты қарайды, немесе
бір сондай пайдаланғысы келеді деп ойлаймын. Сондықтан да кімге тұрмысқа шығып жатқаныңызды, кімге күйеуге шығып жатқаныңызды заранее күйеуіңізбен ақылдасып анықтап алыңыз. Егер де күйеуіңіз мамашкалар үйлену керек еді деп үйлен деп айтып жатыр десе, уже ойланыңыз, сізді өзіне әйел ретінде алғысы келіп тұрған жоқ, ол мамасына сізді алып бергісі келіп тұр деген сияқты өзіңіз анализ жүргізіңіз. Төртінші, тұрмысқа шықпай тұрып өзіңіздің міндетті түрде табысыңыз болу керек, немесе жұмысыңыз болу керек. Яғни тұрмысқа көп адамдар ойлайды, тұрмысқа шықсам менің өмірім түбегейлі өзгеріп кетеді деп бастамнан бір 50-60-70% адам ойлауы мүмкін. Жоқ, бірақ та тұрмысқа шыққаннан кейін сіздің өміріңіз өзгеріп кетуі екі талай. Ол 100-ден 1 адамда болуы мүмкін, бірақ та көп адамдарда егер де дәл қазіргі состояниеңіз жақсы болып тұрса, жақсырақ болуы мүмкін, жаман болып тұрса, одан да хуже жаман болып кетуі мүмкін. Сондықтан да тұрмысқа шықпай тұрып өзіңізге табыс алып келіп тұратын, кішкене болсын табыс алып келіп тұратын, айына 50 мың теңге болсын, 100 мың теңге болсын табыс алып келіп тұратын, өзіңіздің онлайн жұмысыңыз, офлайн жұмысыңыз немесе кішігірім бизнесіңізді бастап, заранее өзіңізге ақша келіп тұратын жерді ашып қойғаныңыз жақсы. Көп адамдар тұрмысқа шыққаннан кейін жаңағыдай тұрмыстық заттармен выгорать етіп өзін өзі жоғалтып алады. Тұрмысқа шыққаннан кейін бала туасыздар, 1 жылдан кейін оның өзі де кәдімгідей әсер етіп, выгорать етіп кетіп, өзін өзі жоғалтып алуға үлкен септігін тигізіп жатады. Сол себепті де өзіңіздің табысыңыз болу керек. Бесінші, бала туралы заранее күйеуіңізбен, яғни жігітіңізбен отырып, заранее тұрмысқа шықпай тұрып ойланып алыңыз. Яғни ақылдасып алыңыз. 1 жылдан кейін баланы көтереміз бе, үйленгеннен кейін барып сразу баланы көтереміз бе, немесе давайте 1 жыл бір-бірімізді таниық, бір-біріміздің мінезімізді көрейік, мен жаңа отбасыны танıyын, кішкене үйренейін, содан кейін ғана бала көтергім келеді деген сияқты өз ойыңызды ашық айтыңыз, немесе 2 жылдан кейін бала көтеремін деген сияқты ашық айтыңыз. Бұл мәселе өте маңызды, себебі бастапқы уақытта ақылдаспағанның әсерінен бірден көтеріп қойған отбасыларда тіпті күйеуі әйелі бір-бірін дұрыс танымай жатады. Уақыт өте келе мен кіммен өмір сүріп жүрмін, не үшін өмір сүріп жүрміз, құндылығымыз не, ортамызда бала бар, әйтеуір ұстап кетейік деген сияқты нәрселер болып кетуі мүмкін. Сондықтан да заранее осы нәрсе туралы тұрмысқа шықпас бұрын ойлану керексіз. 6-шы, тұрмысқа шықпас бұрын сіздерде жігітіңіз екеуіңізді біріктіретін ортақ хобби болу керек. Яғни бір ортақ кино болуы мүмкін, ортақ бір тіл үйрену болуы мүмкін, ортақ бір саяхат болуы мүмкін, ортақ бір нәрсе жасайтын бір спорт түрі болуы мүмкін, бір нәрсені ортақ арнау керексіздер. Сіздердің бірге отырып қалған кезде, үстел басында шай ішіп отқанда, ертең тұрмысқа шыққаннан кейін де бір талқылап кете бере алатын ортақ нәрселеріңіз болуы өте маңызды. Сол ортақ нәрселердің болуы арқылы сіздердің мақсаттарыңыз да бір болуы мүмкін. Жаңағыдай күйеуіңіз екеуіңізде бір саяхатқа қызығасыздар, жаңа нәрсе үйренуге қызығасыздар, давайте шетелге барып серфинг үйренейік деген кезде екеуіңіздің ойыңыз бір жерден шығып, давайте деп келісіп, бір мақсатқа қарай бағыт алу мүмкіндігі өте жоғары. Келесі, қайда тұратындарыңыз туралы заранее тұрмысқа шықпас бұрын шешіп алыңыздар. Жаңағыдай мәселелерді кім шешеді? Егерде мамашка шешеді, папашка шешеді, егерде барлығымыз отырып шеше саламыз ғой деп бір жеңіл қарайтын болса, уже ойлану керек деген сөз. Бұл мәселелердің барлығын екеуіңіз отбасы болып отырғандықтан, екеу ара отырып, обоюдное решение тауып шешу керексіздер. Соңғы бір өзіңізге түртіп алатын нәрсе бұл болашаққа жоспар құру. Екі жақты жертва қылмайтындай болашаққа жоспар құру. Яғни өз өмірлерін, өздерін, өз мақсаттарын құрбан етпейтіндей, екі жаққа да теңдей келетін мақсаттарыңызды, жоспарларыңызды заранее құрып алу өте маңызды. Себебі тұрмысқа шыққаннан кейін көп жағдайда әйелдер өздерін құрбандыққа шалады да, өзінің мақсаттарын да ұмытып қалады, даже өзінің өмірде не қалайтынын ұмытады. Тіпті өздерін, өз өмірлерін де құрбандыққа шалу арқылы, яғни құрбандыққа деген өлтіру емес, енді, конечно, бірақ сонда да не жасап жүргенін білмей тірі өлікке айналуы мүмкін. Сондықтан да тұрмысқа шықпай тұрып, өз қызығушылықтарыңызды блог түсіргіңіз келсе, видео түсіргіңіз келсе, модель болғыңыз келсе, киім тіккіңіз келсе, магазин ашқыңыз келсе, күйеуіңізбен ортақ отырып бір жоспар, мақсат құру керексіз. Әрі екеуіңізге де ол ортақ болу керек. Яғни екеуіңіз үйлендіңіздер, одан кейін күйеуіңіз жаңағыдай өз жұмысымен күнделікті барып келіп жүрген, сіз өзіңізді жаңағыдай бір
1-2 апта ата-енеме жаңағыдай кішкене көмектесем, қонақтарды шығарып салып, күтіп алып, танысып, сенің отбасымен кішкене сіңісіп, уақытымды 2-3 аптаға арнай аламын. Ал ары қарай мен мына бір проектпен жұмыс жасағым келеді. Ары қарай уже жаңағы қонақтардың барлығын шығарып салғаннан кейін мен өз бизнесімді ашқым келеді. Ары қарай мен осы бір нәрсені строить еткім келеді, или бір осы нәрсені жасағым келеді деген сияқты заранее осы нәрсені талқылап алған жақсы. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Тұрмысқа шықпас бұрын міндетті түрде осы критерийлерді білу керексіздер деп есептедім. Сондықтан да осы туралы айтып сіздерге бөлістім. Ұнаса лайк басып қалдырыңыз. Тұрмысқа енді шығайын деп жоспарлап жүрген әпке сестренкаларыңызға, апайларыңызға жіберіп қойыңыздар, подружкаларыңызға жіберіп қойыңыздар. Ал осымен сау болыңыздар. Көргеніме өте қатты қуаныштымын. Келесі кездескенше.